сәлеметсіздер ме оқушылар? 2-ші тоқсандағы алғашқы оқу күндеріңізге сәттілік тілей отырып, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Кітап дәптерлеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жануарлар әлемі деп аталады. Қазақ тілі оқулықтарыңыздың 53-ші бетін ашыңыздар. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік мәдени тақырыптарға байланысты диалог монологтердегі көтерілген мәселені түсіндіру. Балалар, жануарлар әлемі бізге бұған дейінде таныс тақырып. Жануарлар үй жануарлары және жабайы жануарлар болып бөлінеді. Жануарлар әлемі, өсімдіктер әлемі бұл табиғаттың құрамдас бір бөлшектері екенін білеміз. Ендеше тыңдалым мәтініне назар аударыңыздар. Ақбөкен. Ақбөкен шөлге төзімді, әрі жүйрік, ақылды жануар. Оны киік деп те атайды. Киіктер сағатына 60-70 шақырым жылдамдықпен ұзақ жүгіретін көрінеді. Ақбөкендер үйір-үйір болып топтасып тіршілік етеді. Бұл жауларынан сақтануына көмектеседі. Олар жайылып жүргенде біреуі жан-жағын бақылап, сақтық күзетінде тұрады. Қауіпті дер кезінде сезген ол тұра қашады да қалғандарын үркітеді. Қорегі, изен, қына, бидайық және тағы басқа өсімдіктер. Күз айларында жусанмен қоректенеді. Себебі оның құрамында іштегі зиянды құрттарды жоятын заттар бар. Міне, киіктердің өзін-өзі емдеуі табиғаттың оларға берген тамаша қасиеті. Балалар, мәтінді мұқият тыңдап болсақ, тапсырмаларды орындауға көшейік. Бірінші тапсырма, сұрақтарға жауап беріңіздер. Ақбөкенді қазақтар тағы қандай атаумен атайды? Ақбөкендер қалай сақтанады? Яғни сыртқы жауларынан қалай қорғанады екен? Бұл тапсырманың дескрипторы сұрақтарға жауап береді, ойын жүйелі байланыстырады. Екінші тапсырма. Берілген тіркестерді тура және ауыспалы мағынаны білдіруіне қарай бөліп, топтап жазыңыздар. Балалар, біз осыған дейінгі грамматикалық тақырыптарды өткен кезде сөз мағынасының 6 түрі бар екендігін айтқан болатынбыз. Сөздің тура мағынасы, ауыспалы мағынасы, көп мағыналылығы, амоним, синоним және антоним. Сөз мағыналарымен сіздер бастауыш сыныптан да таныссыздар. Сөздің тура және ауыспалы мағынасы, сөздің ең бастапқы мағынасы бұл тура мағына. Ал сөздің тура мағынадан өзге мағыналарда ауысып қолданған түрі бұл ауыспалы мағына деп аталады. Мысалы, терең деген сөзді алатын болсақ, терең құдық. Яғни құдықтың тереңдігі бұл тура мағына. Ал терең ой дейтін болсақ, онда бұл ауыспалы мағынада қолданылып тұр. Терең сөзі. Яғни сіздер бұл тапсырмада алдарыңызда берілген жақсы сөз, жақсы адам, жақсы ой, жақсы бала және долы дауыл, долы адам, долы теңіз деген тіркестерді мағынасына қарай тура мағыналы сөздер және ауыспалы мағыналы сөздерге топтап, бөліп жазасыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы тура мағыналы сөздерді ажыратады және ауыспалы мағыналы сөздерді ажыратады, 2 топқа бөліп жазады. Ендеше балалар, тапсырмаларды орындауларыңызға сәттілік,